Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай сүзбе қосылып жасалынатын өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирогты енді бір рет жасап көрсеңіздер, сүйікті пирогтарыңыздың біріне айналатын болады. Біз сияқты өте дәмді, енді сол үшін міндетті түрде соңына дейін қарап жасап көруге ұсынамын. Пирогқа қосылатын заттарды мен осылай дайындап қойдым. Ал ендеше жасауға кірісейік. 4 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оны миксерлеп алатын боламыз. Одан кейінгі кезекте қантымызды салып, жақсылап көпіргенше, аппақ болып көпіргенше осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Бір 3-4 минут шамасында. Қай затты қанша мөлшерде қосқанымды видеоның астына әдеттегідей жазып қалдыратын боламын. Одан кейін айранымызды, сұйық майымызды құйып, тағы да бір миксерлеп алатын боламыз. Одан кейін кезекте осылай ұнымызға разрыхителімізді қосып, бір араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін жаңағы сұйықтығымызға 3 рет бөліп отырып, осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Миксер пайдаланбай-ақ, ұнды қосқан кезде осылай венчикпен араластырып алсаңыздар жеткілікті. Пирогтың қоюлығы осындай болуы қажет. Одан кейінгі салмасына мына сүзбемізді саламыз. Қант ұнтағын және де бір жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлейміз бұны да. Осылай бір келкі болып миксерленгеннен кейін бір ас қасық кукурузный крахмалды қосып жүрсеңіздер болады. Бұл формамызды жақсы ұстап тұру үшін қажет болады. Енді кондитерлік қалташамызға саламыз жаңағы сүзбемізді. Одан кейін пісіретін менде осындай пештің үлкен формасына пісірдім. Сіздер де солай жазсаңыздар болады. Осылай салып, бір келкі етіп, шет-шетін не дейін жағып шығатын боламыз. Бір келкі етіп. Жаңағы дайындап қойған кондитерлік қалташадағы сүзбемізді осының үстіне жолақша етіп орналастырып шығамыз. Дәл видеодағындай. Бұл пирог енді сөзсіз сіздерге ұнайды, өте дәмді болып шығады. Бір рет болсын жасап көретін пирогтардың бірі. Міне сүзбемізді осылай орналастыратын боламыз. Бұл пирогты қызып тұрған пеште 160 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне пирогымыз осындай өте күшті болып шықты. Енді дәмі ерекше. Әсемдік үшін қантты ұнтағымызды осылай сеуіп шықсаңыздар да болады. Жасап көріңіздер, жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына міндетті түрде комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айсұлу.